Oyunumuzu жалғастырамыз. Күләй, тасыңды лақтыра қой. Bir ғана қадам алға жүргенбіз. Шығармашылығынан сұрақ. Ол қай тілде жазды? Қазақ тілінде жазды. Дұрыс жауап берді. Яғни Күләй неше балл алады? 2 балл алады. Келесі Аслан. Тасыңды лақтыра қой. Bir ғана қадам алға жүргенбіз. Аслан, сен тасың қайда? Жаза. Яғни сен не істейсің? Артқа қарай бір қадам жүресің. Келесі тасты бізде Жанел 3 қадам алға. 1, 2, 3. Өмір баяны сұраққа жауап береміз. Умар Қараш қандай дін өкілі болған? Умар Қараш ислам діні өкілі болған. Өте жақсы. Дұрыс па жауап? Дұрыс. Яғни Жанел 2 балл алады. Келесі тасты бізде Гүлнұр лақтырады. 4 қадам алға Гүлнұр. Санаймыз. 1, 2, 3, 4. Жасыл. Жасылдан кез келген бір сұрақты алып жауап береміз. Оның көзқарасы қай бағытта жақын болды? Гүлнұр жауап бар ма? Көзқарасы қандай бағытқа жауап болды? Егер жауап болмаса, өзіңіздің орныңызға Жоқ. онда өз орнына артқа қадам жасай аласыз. 4-ке барасың, дұрыс па? 4. Жақсы. Келесі бізде Алидің кезегі. Али неше қадам? 4 қадам алға жүреді. 1, 2, 3, 4. Қоғамдық қызметінен бір сұраққа жауап береді Али. Ол қандай ағартушылық бағыт ұстанды? Ол мектептер ашу, білім тарату бағытын ұстанды. Өте жақсы. 2 ұпай Алиге. Келесі тасты лақтыратын бізде Ернат. Ернат 1 қадам алға. Яғни шығармашылығына бір сұрақ. Бала тұлпар жинағы қай жылы шықты? Бала тұлпар жинағы қай жылы шықты? Бала тұлпар жинағы 1911 жылы шықты. Дұрыс. 2 ұпай Ернатқа.